Қаржылық мониторинг агенттігі Ақтөбе облысы бойынша департаменті цифрлық активтер айналымы саласында заңсыз кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырған, сондай-ақ қылмыстық кірістерді заңдастырған ұйымдастан қылмыстық топты құру және оған басшылық ету фактісі бойынша тергеу жүргізуде. Ұйымдастырушы міндетті тіркеусіз және лицензиясыз қамтамасыз етілмеген цифрлық активтер мен операциялардан табыс табу схемасын ұйымдастырған. Схеманы іске асыру үшін рөлдерді нақты бөлінген, иерархиясы бар тұрақты топ құрылған. Қатысушылар дроперлерді іздеумен, олардың атына банк карталары мен криптовалюта биржаларында аккаунттар рәсімдеумен, қаржылық операциялар жүргізумен және кейін қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырумен айналысқан. 150-ден астам дропердің банк карталарына түскен қаражат ATX биржасындағы криптоәмияндарына аударылған. Қаражаттың заңды көрінісін жасау үшін дроперлермен байланысы бар жауапкершілігі шектеулі серіктестік арасында жалған қарыз шарттар рәсімделіп, кейін қаражат криптовалютаға айырбасталып, OKX биржасында криптоәмияндарға жіберілген. Қаражатты айырбастау және шығару үшін бақылаудағы айырбастау пункті пайдаланылып, қаражат шетел валютасына конвертацияланған. Нәтижесінде цифрлық активтерді өткізу бойынша операциялар сомасы 3,5 миллиард теңгеден асты. Тінту барысында 46 ұялы телефон, 92 банк картасы, сондай-ақ 25.463 USDT көлеміндегі криптоактивтер тәркіленді. 5 күдікті қамауға алынды. Тергеу жалғасуда. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.